Армысыздар, құрметті тыңдарман қауым. Бүгін біз қазақ прозасында ерекше орны бар қоғамның ішкі шындығын ашып көрсететін туындыға тоқталамыз. Бұл жазушы Ұларбек Нұрғалымұлы жазған «Даяғашы» кітабы. Бұл кітап бір ауылдың немесе бірнеше адамның оқиғасы ғана емес, бұл қазақ қоғамының мінезі туралы кітап. Жазушы үлкен тарихи оқиғаларды емес, қарапайым ауыл өміріндегі кішкентай жағдайларды суреттейді. Бірақ сол кішкентай жағдайлардың ішінде үлкен моральдық сұрақтар жатыр. Кітапты оқып отырып кейде күлесің, кейде ашуланасың, ал кейде өзіңнің де қоғамдағы орның туралы ойланасың. Себебі автор бізге бір ғана нәрсені көрсеткісі келеді. Қоғам өзгерді. Бірақ адам өзгерді ме? Енді осы кітаптағы кейбір оқиғаларды оқырман көзімен терең астарымен талдап көрейік. Даяғаш оқиғасы қоғамның моральдық тірегі. Кітаптағы негізгі символ даяғаш. Ауылда даяғаш мал байлайтын қарапайым ағаш. Бірақ жазушы оның үлкен символға айналдырады. Ауылдың бір шетінде тұрған сол даяғаш бұрын жолаушы тоқтайтын, адамдар әңгіме айтатын, ауыл тіршілігінің орталығы болатын. Бірақ уақыт өте келе ол қараусыз қалады. Бұл жай ғана ағаштың ескіруі емес, бұл қоғамның өзгеруінің символы. Бұрын адамдар бір-біріне сенетін, бір-бірінің малын, аманатын сақтайтын, ал жаңа заманда сенім азаяды. Әркім өз пайдасын ойлайды, яғни даяғаштың қараусыз қалуы, адамдардың бір-бірінен алыстауы. Автор бізге тікелей айтпайды, бірақ оқырман ретінде түсінесің, даяғаш құлаған жоқ, оны ұстап тұрған адамгершілік құлады. Бірақ бір қарапайым ұрлық оқиғасының астары. Кітаптағы бір эпизодта ауылдағы бір адам көршісінің малын сойып алады деген әңгіме айтылады. Бір қарағанда бір жай ғана ұрлық, бірақ жазушы оқиғаның өзінен гөрі адамдардың реакциясын көрсетеді. Бұрын мұндай жағдай болса, бүкіл ауыл жиналатын, ақсақалдар мәселені шешетін, ұят деген нәрсе жұмыс істейтін. Ал кітаптағы жағдайда біреулер үндемейді, біреулер көрмегенсіп кетеді, кейбіреулер тіпті ақтап алуға тырысады. Міне осы жерде автордың негізгі ойы шығады. Қоғамның бұзылуы үлкен қылмыстан басталмайды. Ол басталады кішкентай әділетсіздікті көріп, үндемей қалудан. Бұл кітаптағы ең ауыр философиялық ойлардың бірі. Ауыл адамдарының мінезі, қоғамның портреті. Кітапта көптеген кейіпкерлер бар. Біреу аңғал, біреу айлакер, біреу намысты, біреу пайдакүнем. Жазушы оларды жаман немесе жақсы деп бөлмейді, ол тек адамды көрсетеді. Мысалы, бір кейіпкер бар, сырттай қарағанда өте ақылды, елге сыйлы, бірақ қиын сәт келгенде ол шындықты қорғауға батылы жетпейді. Міне бұл қазіргі қоғамдағы ең қауіпті мінез. Жазушы айтып отырған мәселе, жаман адамдардан қоғам бұзылмайды, қоғамды бұзатын, үндемейтін жақсы адамдар. Юмордың астындағы ауыр шындық. Кітапта кейбір жерлерде жеңіл юмор бар. Ауыл адамдарының әңгімелері, әзілдері, күнделікті тіршілігі, бірақ сол юмордың ішінде ащы шындық жатыр. Мысалы, адамдар бір-бірін күлдіріп отырып, сол әңгімелер арқылы қоғамның мәселелерін айтып кетеді. Бұл қазақ әдебиетінде бұрыннан да бар тәсіл. Автор сол дәстүрді жалғастырады. Кітаптың ең ауыр сұрағы, кітаптың соңында қарай оқырман бір ойға келеді. Біз көбіне қоғамды кінәлаймыз. Жаңа заман, адамдар өзгерді, бәрі бұзылды, бірақ автор бір сұрақ қояды. Қоғам деген кім? Қоғам біз. Егер әр адам әділетсіздікті көріп үндемесе, өз пайдасын ғана ойласа, арын ұмытса, онда қоғамның өзгеруіне өзіміз себеп боламыз. Терең философиялық астар. Даяғаш кітабының ең басты идеясы қазақ қоғамының мәселесі экономика немесе саясатта емес, негізгі мәселе моральдық құндылықтардың әлсіреуі. Автор бізге мына ойды жеткізеді: заң қоғамды ұстап тұра алмайды, қорқынышты ұстай алмайды. Қоғамды ұстап тұратын нәрсе адамның ішкі ұяты. Қорытынды: Даяғашы қазақ ауылында бірнеше оқиға арқылы бүкіл қоғамды талдайтын шығарма. Бұл кітап оқиға емес, адам мінезіне құрылған туынды. Жақсы, сау болыңыздар. Осы кітапты сіздерге де оқуға кеңес берем.